Қалайсыздар? Бірінші сабаққа қош келдіңіздер. Енді бұл сабақта біз калькуляторсыз тез-тез есептеу тәсілдерін қарастырамыз. Енді бірінші мысалы жапондық тәсіл, яғни 2 таңбалы 3 таңбалы сандарды оңай көбейту, және калькуляторсыз түбір астынан қалай шығаруға болады, және тригонометрия, яғни косинус бұрыштарын табуды көрсететін боламын. Енді бірінші жапондық тәсілден бастап көрсетейін. 2 таңбалы сан, мысалы мынандай 12 көбейтілген 13 деген сан берілсе, енді бұны мысалы астына жазып 13 деп 2 3 6 деп көбейтіп жүргілеріңіз келмесе, онда бұған бір басқаша тәсіл бар. Мысалы мына жерде 12 деп тұр, 12-дегі мына 1 деген цифрды аламыз. 1 деген цифр бірінші тұрса, 1 сызық сызамыз. 2 деген цифр тұр. Мына жаққа 2 сызық сызамыз. Енді мына жақта 1 деген цифр тұр. 1 сызық сызамыз. 3 деген цифр тұр. 3 сызық сызамыз. Енді біз бұны аламыз да 3 бөлікке бөле саламыз. Мынау 1 бөлік, мынау ортадағы екінші бөлік, мынау үшінші бөлік. Мына жерде сызықтар қанша рет қиылысты, соны санаймыз. Мына жерде 1, 2, 3, 4, 5, 6. Яғни мына жерде 6 рет қиылысыпты. Мына жерде 1, 2, 3, 4, 5. Яғни мына жерде 5 рет, мына жерде 1 ғана. Сонда жауабы 156 болады. Осылай қарапайым есептей салуға болады. Енді 3 таңбалы сандарды көбейткенде қалай болады? 123 көбейтілген 321 деген болсын. Тура жаңағыдай 1 деген тұрғандықтан 1 сызық, жерге 1 сызық сызамыз. 2 деген тұрғандықтан 2 сызық сызамыз. Жақта 3 деп тұр. 3 сызық сызамыз. Енді мына жақта керісінше 3-тен бастап 1-ге дейін кеткен екен. 1, 1. Енді мына жерді 5 түрлі бөлікке бөлеміз. Мынау бірінші бөлік, мынау екінші бөлік, мынау бір бөлік, мынау бір бөлік. Енді осы жердегі барлығын санап шығамыз. Мына жерде 1, 2, 3, 3. Мына жерде 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Мына жерде 8 дала екен. Мына жерде 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Мына жерде 14 дала екен. Мына жақта 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 дала екен. 8, 1, 2, 3. Енді мына жерде жауабын жазатын болсақ, 3, 8, яғни 381.483 деген сан шықпайды ғой, мына екеуін көбейтсек. Мына жерде құр мындай 14 деген 2 таңбалы сан шығып кетті. Мынаның алдындағы 1-ді өшіреміз да, мына 8-ге қосып береміз алдындағыға. Сонда 9 шығады. Сонда 39.483 деген жауап шығады. 39.483. Енді өздерің осындай есептерді алып, көбейтіп практика жасап көрсеңдер болады. Ал енді калькуляторсыз сандардың түбір астысын қалай табуға болатындығын көрсетейін. Мысал ретінде 4761 деген санды алайық. Осының бізге түбір астысын табу керек. Енді бұны табудың, түбір астысын табудың бірнеше жолы бар. Мен соның барлығын көрсетіп шығайын. Енді қазір бірінші тәсілден бастаймыз. Енді бұны шығарып бастамас бұрын біз 0-ден 9-ға дейінгі сандардың квадраты қандай санмен аяқталатындығын білуіміз керек. Оны жазып көрсетейін, яғни бұны есепте жазудың да керегі жоқ, негізі ойша жүре беретін зат. 7, 8, 9. Яғни осы сандардың квадраты қандай санмен аяқталады? 0-дікі 0, 1-дікі 1, 2-нікі 4, 3-3, 9, 4-4, 16, 6-мен аяқталады, 5-5, 25, 5-пен аяқталады, 6-6, 36, 6-мен, 7-7, 49, 9, 8-8, 64, 4, 9, 81, 1. Сонда мынандай сандардың квадраты осындай сандармен аяқталады екен. Мысалы 235 деген санның квадраты болса, бірдеңе деген алдында сан шығатты, мына жерде 5-пен аяқталатындығын білеміз. Яғни әйтеуір қандай санмен аяқталатындығын біліп аламыз. Енді бұны қай жерде қолданатындығымызды оны қазір алда түсінетін боласыздар. Енді мен мынаны таппас бұрын бірінші 60-тың квадратын табайын. Яғни 6, 6, 36, 2-ні жалғай саламыз. 70-тің квадратын табайын. 49, 2-ні жалғай саламыз. Енді мына жердегі 4761 деген ол мына екі санның ортасында орналасып тұр ғой. Яғни 3600-ден үлкен, бірақ 4900-ден кіші деген сөз. Енді осылардың түбір астысын жазайын.
60 3600-кі кіші. Мынаның төбірасы қанша екенін білмеймін. Кіші болады 70-тен, е. Сонда мына санның төбірасы бір 70 пен 60-тың арасында бір жатқан сан болып тұр ғой. Енді бірмен аяқталу үшін ол қандай сан болу керек? Бірмен аяқталатын сан болу керек, е. Бірмен аяқталған санның квадраты 1 болады. Немесе 9-бен аяқталған санның квадраты 1 болады, е. Сонда мына жерде 61 болуы мүмкін, немесе 69 болуы мүмкін, е. Енді екеуінің қайсысы екенін қалай білеміз? Мына 4700 деген қайсысына жақын? 4900-ге ма, жоқ 3600-ге ма? Әрине 4900-ге жақын, е. Сондықтан 69 деген жауап дұрыс болады. 69-ның квадраты сонда 4761 деген сөз. Осылай шығарып тастадық. Енді мынаның барлығын жазып жүру керек емес, бұл ойша жүретін зат. Ал енді мынаны алған себеп, біз кез келген сандың мынандай табуымыз керек түбірін. Мына 0 мен аяқталатын сандардың квадратының ортасына келтіріп алуымыз керек. Бұлай аралыққа қойып анықтап алу үшін. Ал енді екінші тәсілді көрсетейін. Екінші тәсілде 6084 болсын. Осының төбірасы қанша болады екен? Енді мына есеп шығармас бұрын сендерге бір өтініш айтатын едім. Мына комментарийға төменге Диасқа рахмет деп жазып кетіңіздер. Себебі мына идеяны айтқан сол Диас. Менің ақылы курсымда оқып жатқан Диас деген оқушы айтты. Сол үшін жазып кетіңдер. Енді мына видеоны мен негізі сол ақылы оқып жатқандарға ғана берейін дегем. Сөйтсем бүткіл жақсының бәрін тек ақылылар ғана ала бере ма деп, тегіндерге де кішкене беріп қояйын деп шығарғаным. Ал мынаны шығарып бастайық. Мынау енді бағанағыға ұқсамайды, кішкене басқашалау шығару жолы. Бұны екі топқа бөліп аламыз мына санды. 60 пен 84 деген екі топқа бөлдік. Енді мына 60 деген сан қандай санның квадратына жақын? Соны жазайық. 7 деген санның квадратына жақын. 7 7 49 болады. Ал енді мына жерде 8 болған болса, 8 8 64 болып асып кететін еді. Қазір 49 ғана болып тұр. Енді 60-тан 49 алатын болсақ, 11 шығады. Енді мына жанындағы екінші топтыкін әкеп жанына жазып қояйық 84 деп. Енді ары қарай тексереміз. Мына 7-ні 2-ге көбейтеміз де мына орынға жазып қоямыз. 14 болады. Сосын бір мына жерге санның орнын қалдыру керек. Және сол санды көбейтетін тағы бір санның орны жазылу керек. Сосын мына екі санды бір-біріне көбейткен кезде мына 11084 шығу керек. Сол үшін мына жерге мен қандай санды жазуым керек? Енді бағана басында бірінші тәсілде айтқандай, қандай сандарды бір-біріне көбейткен кезде соңы 4-пен аяқталады. 8 8 64, 4-пен аяқталады, 8-бен аяқталған сандарды. Сондықтан 8-ді жазам, 8-ді жазам. Сонда 8 8 64, 4 түсет 6 ойда, 4 8 32, 38, 8 түсет 3 ойда, 8 1 8, сонда 3-ті қосамыз, 11, 0. Сонда мына жердегі 8 деген санда бар, мына орынға жазып қоямыз. Яғни мына жерде 0 шығу керек. Сонда 6084 деген ол 78-дің квадраты екен. Осылай анықтап алдық. 5 таңбалы санды алайық. 82944 деген. Енді осы санның түбірін тауып көрейік. Енді мынаны жаңа оң жақтан солға қарай 2-2-ден топқа бөліп тастайық. Яғни 44, 29 және 8. Жаңағыда бізде 4 ақтал еді ғой, 2 топтан тұрады. Енді мынау қосылды. Ал енді бастаймыз. Мына жерде ең алғашқы бірінші топта тұрған 8. Яғни 8 ол қандай санның квадратына жақын? 1 емес, 2 болса 4, 3 болса 9 асып кетеді. 2 екен. 2-ні 2-ге көбейтеміз. 4, 8-ден 4-ті аламыз. 4 қалды. Енді екінші топтың элементтерін жанына түсіреміз. 29. Ал енді мына жерге жаңағы 4-іміздің өзін жазайық. Енді мына жанына бір сан жазуымыз керек. Және оны тура сол санның өзіне көбейткен кезде 429-ның өзі шығу керек. Немесе осы 429-ға жақын сан шығу керек. Енді мына жердегі 4 қайдан шықты? Бұл жаңағы мына 2-ні 2-ге көбейткеніміз. Сол 4. А мына орынға бірдей сандар жазуымыз керек. Енді мына жерде 429 шықпайды өзі, дәл өзі. Сол үшін мына жерге ең жақын деген ол 8 болады. 48-ді 8-ге көбейтетін болсақ 384. Енді алып тастайық. Алып тастайтын болсақ 45 шығады екен. 45 шығады. Сонда үшінші топта әкеп жанына қоямыз. Сол кезде 4544 шықты.
Енді мына жаққа қандай сан жазамыз? Мынаны ұмытпаймыз. Яғни мына жердегі 8 дегенді апарып мына орынға жазып қоямыз. 28. Енді осы 28-дің өзін 2-ге көбейтіп мына орынға жазамыз. Яғни мына жерге 56. 56 бір сан болу керек. Және сол санға көбейткен кезде 4544 шығу керек. Жаңағы мына 8 деген орынды жаздық қой, мына жаққа апарып 2-ден кейін. Енді мына жердегі шыққан санды да ең соңына апарып жазамыз. Сол кезде жауап шығу керек. Ал енді мына жерге қандай сан қойсақ, ол санның бірдей санның көбейтіндісі 4-пен аяқталады. Яғни 2. 2-ні қойып көретін болсақ, 562-ні 2-ге көбейтсек, 1000 бір нәрсе ғана болады. Яғни 4000-ға жетпей қалады. Тағы қандай вариант бар еді 4 шығу үшін? 8 64. Яғни 4-пен аяқталып тұр. Онда мына жерге 8-ді қойып көреміз. 8-ді қоятын болсақ, 4544 шығады екен. 0. Сонда мына 8-ді апарып одан кейін қоямыз. 8. Сонда жауабы 288 шықты. Осылай түбірастын есептеуді үйреніп алдық. Алдында бір оқушы менен мысалында 174 бөлінген 83 деген сияқты осындай сандарды бөлуді жақсы орындай алам дейді. Бірақ 0,74 бөлінген 0,16 деген сандарды бір-біріне бөле алмайым дейді. Яғни соғанда мына жерге жауап беріп кете салайын, иә? Енді мына жердегі 0,174 деген санды біз қалай ауыстырып алсақ болады? Мына үтірді біреу, екеу жылжытуымызға болады алдыға. Сонда 74 болады да көбейтеміз 10-ның минус 2 дәрежесі. Яғни қанша біз 10-ға қарай жылжыттық, соны минуспен жазып қоямыз. Бөлу 0,16. Бұдан да екеу жылжыта саламыз, біреу, екеу деп. Сонда 16 көбейтілген 10-ның минус 2 дәрежесі болады. Енді 74-ті 16-ға бөле саламыз. Яғни 74 көбейтілген 10-ның минус 2 дәрежесі бөлінген 16 көбейтілген 10-ның минус 2 дәрежесі. Енді 74-ті 16-ға бөлеміз. Сосын мына жерде дәрежелерді естейміз. Дәрежелер ол, мысалы 10-ның минус 2-сін бөлу керек болса, 10-ның минус 2-сіне, енді ол 1 екені түсінікті болып тұр ғой. Ал егер бізге, мысалы, 10-ның минус 8 дәрежесі бөлінген 10-ның минус 3 дәрежесіне деп тұрсын, е? Онда не істейміз? Мына асты бірдей болғандықтан, 10 болғандықтан, біз істейміз. 10-ның минус 8 дәрежесінен алып тастаймыз минус 3-ті. Сонда 10-ның минус, мына жерде 8, мынау минус пен минус екеуі плюс болады да 3 болады. Сонда 10-ның минус 5 дәрежесі алады. Мынаның жауабы, сонда 10-ның минус 8 дәрежесі минус 3 дәрежесіне бөлсек, 10-ның минус 5 дәрежесі алады. А енді 10-ның 3 дәрежесі көбейтілген 10-ның 4 дәрежесі болса, онда 10-ның 3 плюс 4 дәрежесі болады. Сонда 10-ның 7 дәрежесі болады. Яғни осылай көбейтіле береді. Енді мынандай бір есепті қарастырайық. Мынандай тік бұрышты үшбұрыш берілсін. Енді осының мысалы мына жағы 33, 44 болып тұрса, мына гипотенуза қаншаға тең деп сұрайды бізден. Сол кезде біз не істеуші едік? Пифагорға саламыз, яғни 33-тің квадраты қосылған 44-тің квадраты, яғни барлығын түбірасын алып тастаймыз деп осылай ұзақ, мынадан тағы бір үлкен сан шығады, мынадан үлкен сан шығады, оны қосып түбір қиындап кетеді. Енді бұлай қиналып жүрмес үшін Пифагордың төрттігі. Соны білсек, біз бұларды оңай шығара береміз. Пифагордың төрттігі деген ол 3, 4, 5. Яғни бір қабырғасы 3 болса, 4 болса, онда үшінші қабырғасы 5 деген сөз. Осы сияқты тұрақты өзі төртеуі бар. 5, 12, 13 және 7, 24, 25 деген. Және 8, 15, 17 деген бар. Осы төртеуін жаттап алатын болсақ, кез келген осындай тікбұрышты үшбұрыштың үшінші қабырғасын Пифагорсыз есептемей-ақ тез табып алуға болады. Мысалы, бір қабырғасы 5, екінші қабырғасы 12 болса, онда үшінші қабырғасы 13 болады деген сөз. Ал енді біздің жағдайда 33, 44 болып тұр. Енді біз үшіншісін қалай табамыз? Бізге просто мына жердегі 33 дегенді ауыстырып жазып алу керек. 3 көбейтілген 11-ге мынау 11 көбейтілген 4 деген сөз. Яғни сонда мына жерде 11, 3, 4, 5 болады. Сонда 5 көбейтілген 11 деген сөз. Сонда мына қабырғасы 55 деген сөз. Яғни осылай қарапайым Пифагорды қолданбай, үлкен есептеулер жасамай-ақ тікбұрышты үшбұрыштың гипотенузасын таба аламыз. Енді келесі мынандай жағдайды көрсетейін.
Енді біз синус, косинус, тангенс, котангенстің бұрыштарын жаттап жүргіміз келмесе, онда сендерге мынандай бір лайфхак. Енді мына жерде өздерің қолдарыңа қарайсыңдар. Саусақтарды номерлеп қойдым, косинустікін, яғни қызылмен көрсеттім, синусты көкпен көрсетіп қойдым. Ал енді мына жерде саусақтарда 0 градус, 30, 45, 60, 90 градус берілген. Енді осыларға қарап біз косинустың 30 градустағы мәні, 45 градустағы мәні қаншаға тең болатындығын шығарып аламыз. Ол үшін бізге түбірасты n бөлінген 2 деген формуланы білсек болды. Мына жердегі n дегеніміз ол саусақтың мына номері, яғни бірінші ма, екінші ма деген сияқты. Косинустікі енді 0-ден бастап сағат тілінің бағытымен, ал синустікі сағат тілінің бағытына қарама-қарсы болып тұр. Енді осыны пайдаланып есептеп көрейік. Мысалы, мына жағдайды қарастырайық. Мына жағдайда, мысалы біз косинусты есептегіміз келсе, косинус 30 градус, косинус 30 градуста қаншаға тең? Оны табу үшін бізге түбірасты n бөлінген 2 деген керек. Енді мына жердегі n деген косинусқа қызыл 3-ке тең болып тұр. Сонда түбірасты 3 бөлінген 2 деген сөз. Ал енді ол жердегі синус 30 градус тең түбірасты n бөлінген 2. Ол жердегі синустың n ол мына көкпен жазылып тұр, 1. Сонда 1-дің түбірастысы 1 бөлінген 2. Сонда 2-ден 1 деген шығады. Бізге енді ол екеуінде бәрін жаттап жүру керек емес. Тек синусты немесе косинусты білсек болды. Синустың мәндеріне төңкеріп керісінше тастай салатын болсақ, косинустікі шығады. Ал енді тангенс пен котангенсті оны бір-біріне бөліп шығара береміз. Мысалы, тангенс альфа болса, ол синус альфа бөлінген косинус альфа. Енді котангенс деген осыған қарама-қарсы, косинус бөлінген синус деген сөз. Сонымен ең маңызды ұмытпайтын зат, яғни косинусты ғана жаттайтын болсақ, онда сағат тілінің бағытында 0-ден бастап, яғни мына 0-ден бастап 4-ке қарай санаймыз. Мына жердегі бұрыштарды ұмытпаймыз. Болды, осымен сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше. Давайте.